Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімізде осындай дәмді айран ұйытатын боламыз. Алда шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Айран ұйыту үшін піскен қолдың сүті қажет болады. Оны сәл суытып, жылы күйінде жарты кесе жылы айранымызды қосып араластырамыз. Мен 4 литр сүтке жарты кесе айран қостым. Жақсылап араластырып, бетін жауып жылы орап 5-6 сағатқа қалдырамыз. Айранымызды ұйығанша қозғауға болмайды. Мінекей айранымыз дайын болды. Дұрыс ұйыған айран қасықпен алып қараған кезде осындай болу керек. Дайын болған айранымызды тоңазытқышқа 4-5 сағатқа салып қоямыз. Осымен айранымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған балауса.